Саламатсыздар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз «Қош келдің, Наурыз». Бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығарманың мазмұнын толық түсіну, кейбір тұстарын нақтылау, оқиғаның себеп салдарын анықтау үшін сұрақтар қою және жауап беру. Балалар, бүгінгі өтетін Наурыз өлеңінің авторы Міржақып Дулатұлының өмірбаянымен танысайық. Міржақып Дулатұлы 1885 жылы дүниеге келіп, 1935 жылы дүние салды. Қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы, жалынды көсемсөз шебері. Туған жері Торғай уезінің Сарқопа облысының бірінші ауылы. Қазіргі Қостанай облысының Жангелді ауданына қарасты Қызбел ауылы. Міржақып Дулатұлының Азамат, Терме, Оян қазақ тағы басқа кітаптары бар. Ақын өз өлеңдерінде қазақ жастарын азаттыққа, теңдікке үндейді, халықты оқуға, еңбекке шақырады. Енді балалар, Міржақып Дулатұлының Наурыз өлеңін мәнерлеп оқиық, түсінейік. Аспанда күннің нұры, мақпалдай жердің түрі, қуаныш мал мен жанда, қыз шыққан өлмей тірі. Келіпті жылдың құсы, күнде шу көлдің тұсы, күн жылы, ызғары жоқ, жаз шығып кеткен қысы. Боздаған анау түйе, құлындап жатыр бие, гүлдеуге бет алып тұр, қызарып қызыл шие. Егінші егін егіп, қостанып арба жегіп, тыныш жоқ ерте мен кеш, еңбек пен азап шегіп. Гүл өсіп гүл жайнар, бұтақта бұлбұл сайрар, тіріліп құрт құмырсқа, жер жүзі бұж-бұж қайнар. Бұл өлеңнен көктемгі табиғат өзгерісін түсіндік. Енді өлең бойынша сөздік жұмыс жүргізейік. Қостанып, қос тігу, яғни жұмыс басындағы жұмысшыларға арналған баспана. Өлең мазмұны бойынша тапсырма орындаймыз. Сұрақ қоямыз және оған жауап береміз. Бірінші сұрақ: өлеңде табиғаттағы өзгерістер туралы не айтылған? Екінші сұрақ: осы маусымда адам не істейді? Ал балалар, жауаптарыңды тексерейін. Бірінші сұрақтың жауабы: жердің беті мақпалдай құлпырып тұр, құстар келіп, күн жылынды, малдар төлдеп, жер жүзі гүл жайнады. Дұрыс айтасыңдар балалар. Екінші сұрақтарыңның жауабын тексерейін. Мал мен жан қыстан аман шыққанына қуанышты. Егіншілер ерте мен кеш еңбектеніп, егін екті. Жарайсыңдар балалар. Алтыншы тапсырма: Наурыз мерекесіне түсініктеме. Наурыз қазақтың шын мағынасындағы ұлттық мейрамы. Наурызды қазақтан басқа күншығыс елдерінің көбі, мәселен Үндістан, Иран, Ауған, Бұхар, Кавказдықтар да мерекелейді. Бірақ бұлардың бәрімен салыстырғанда Наурызды біздің қазақтың мерекелеуі айрықша сыйымды, артықша дәлелді. Неге десеңіз, Наурыздың 22-сінде күн мен түн теңеледі. Малсыз қазақтың күні бар ма? Сол малын аман сақтау үшін еңбек сіңірген қазақ жаздың жеткеніне қалайша өзгелерден артық қуанбасын? Жаздың басы жаңа күн, Наурызды қалайша мейрам етпесін? Осы мәтіндегі Наурыздың 22-сінде күн мен түн теңеледі деген қою әріппен берілген сөйлемнің мағынасын түсініп алайық. Өздерің білетіндей, қысты күні күн қысқа, түн ұзақ болады. Ал Наурыздың 22-сі күні күн мен түн теңеледі. Бұл қазақтың жаңа жылы.
қазақтың жаңа жылы келді деп бәріміз қуанамыз. Наурыз мерекесінде бұрын ренжіскен адамдар бір-біріменен татуласады, құшақтасып көріседі. Ал үлкендері болса, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жол болсын деп батасын береді. Наурыз мерекесінің басты тағамы наурыз көже. Наурыз көже 7 дәмнен жасалады. Олар арпа, бидай, жүгері, күріш, тұз, су, ет. Қазақта наурыз көжені той ішсең жыл бойы тоқ боласың деген жақсы сөз бар. Сондықтан да көршілер бірін-бірі шақырып наурыз көжені тойғанша ішеді. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта наурыз мерекесі туралы оқып түсіндік, өлең мазмұны бойынша сұрақ қойып жауап беруді үйрендік. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.